Ассаламуалейкум қадірменді телекөрермендер. Қазіргі таңдағы статистиканы бір шолып өтетін болсақ, 30-дан асқан жігіттердің 30%, 40-тан асқан ер азаматтардың 40%, 50-ден асқан ел ағаларының 50% простатит ауруына шалдығып жатыр екен. Бұл қазіргі таңдағы көрсеткіш. Ал простатитке шалдығуға не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Толықтай емделіп кетуге мүмкіндік бар ма? Оны бүгінгі осы бағдарламамызда талқылаймыз, дәрігердің кеңесін сіздерге ұсынамыз. Ал енді студиямыздағы қонақтарды өздеріңізбен таныстырып өтейін. Уролог-андролог дәрігер Олжас Омарұлы. Қош келдіңіз. Екінші қонағымыз Простатинур орталығының білікті маманы Нұрдәулет Әшімханұлы. Ал енді үшінші атамыз тұтынушы Күмісбек Оралбекұлы. Қош келдіңіз ата. Денсаулығыңыз қалай? Рахмет, жақсы. Тамаша. Расында простатитке не алып келеді, толыққанды қалай емделеміз? Ер азаматтардың сұрай алмай жүрген, қысылып, ұялып жүрген мәселесін бүгін біз сіздер үшін көтерсек деп отырмыз. Әйел азаматтар көріп отыруы мүмкін. Ер азаматтарыңыз дәл осындай мәселе бойынша өте қатты қиналып жүрген болса, бұл бағдарлама нағыз сізге керек. Ал енді Олжас мырза, сізге келген тұтынушылардың, сізге келген жаңағы ауруына ем іздеп келген ер азаматтардың көпшілігі қандай мәселе бойынша сізге жолығады? Ең басты себебін айтыңызшы осы бағдарламада қазір. Қазіргі таңда ер кісілердің арасында простатит және аденома деген сияқты аурулар өте жиі тарап кеткен. Оған бірнеше себептері бар. Яғни гиподинамия, аз қозғалу, тұрмыс тіршілігімізде барлық жұмыс, үйдегі, көліктегі іс-қимылдың барлығы отырумен байланысты болғаннан кейін осы ауруды қоздыруға бірінші себеп болып табылады. Простатит кезде ең бірінші ер адамдардың күш қуаты төмендейді, кіші дәретке жиі барады, промежность дейміз, яғни шат аралықта ауру сезімнің байқалады, және егде кісілерде аденома деп жатамыз. Ол кезде кіші дәретке толық шықпай, түн ұйқысы бұзылып, түнде өте жиі ұйқысынан оянып тұруымен байланысты болады. Енді осы Простатинур орталығының білікті маманы Нұрдәулет бауырымыз студиямызда. Енді Простатинур орталығы болғаннан кейін арнайы өнімді ұсынып отырсыздар. Бұл өнім осы простатитке қалай әсер етеді? Оның қалай алдын аламыз? Толықтай емдеп кетуге мүмкіндік бар ма? Айтыңызшы. Әрине, бұл толықтай емдеп кетуге өте жақсы әсер етеді бұл өнім. Себебі бұл Простатинур жаңағы айтып кеткенде, Олжас ағамыз айтып кетті ғой. Адамдарға жаңа қазіргі кезде тек үлкен кісілерде ғана емес, жас буын арасында өте көп белең алып жатыр. Оны статистика көрсетіп отыр. Көрсетіп отыр. Белсіздік кейініне апарып жатыр да. Сол себепті бұл Простатинур өнімі өте жақсы көмектеседі. Оның құрамында Үндістанда өсетін, Гималай тауының баурайларында өсетін өте белгілі, өте мықты шөптер бар. Сирек кездесетін. Құрамындағы бархумия, куркума, нурвала деген, сосын карловики пальма деген шөп бар да. Біздің орталыққа қазіргі кезде өте көп адамдар хабарласып жатыр, ер азаматтар өте көп. Оның жас буыны да бар, үлкен кісі де бар. Ол барлығының хабарласып жатқанда біз айтып түсіндіріп отырамыз. Ол кісілерге осы ауырып жатқан диагноздарына байланысты ол кісілерге әртүрлі курс лечениялар тағайындалады, емдеулер. Қай жастағы азаматтар көп хабарласып жатыр сіздерге? Бізде қазір орта буын азаматтар өте көп хабарласып жатыр. 30 бен 40 жастың аралығында. Ал одан кейінгі, ортадан кейінгі 50, 60, 70, 80 кейін бар жатыр. Жақсы, енді ата студиямызға келіп отырсыз ғой. Сіздің де айтарыңыз бар. Сізді ең алдымен не мазалады? Бұған дейін мазалаған бе еді, енді басталды ма? Ой, құдай-ау. Бір талай уақыт болды ауырғанымызға. Амал жоқ, шыдадып жүрдік. Ары жүр, бері жүр, былай. Нені естідім, хабарласып. Сонымен Құдайға тоба 1-2 ай болды. Қазір жақсы, ішіп ауырып жылып кішкене. Қандай аурудың белгісі болды, айтыңызшы көрермендерімізге. Өзіңіз сияқты ақсақалдар көріп отыр ғой қазір. Қуып жүрмей қалады, анау мынау. Қуып кеберді алдап кетеді. Барсаң шықпай қалады дегенде. Сонымен мына жігіттер айтып отырғанымда естідім телевизорда. Сонымен хабарластым. Қалай әсер бар ма енді қазір? Керемет, айналайын. Құрдастар, ауылдастар.
жүре беруді қойыңдар, шыдап. Өтіп кетеді, қояды, сояды деген. Сразу бас салып, артқа қарамай емделу керек. Ерте күнді кеш қылмаңдар. Бәрекелді. Міне. Енді сіз қалай қабылдап жатсыз? Мамандар сіздерге бір кеңес берді ма, хабарласып тұра ма? Күніне қанша жаңағы таблеткасын ішесіз? Береді, соң бәрі алып, уже 2 ай болды, әже керемет бұл. Енді Нұрдәулет бауырым, бұл простатинур өнімін қайдан алуға болады? Простатинур өнімі бұл тек Қазақстанда, бұл бізде Алматыда ғана, бізде ғана бар өнім. Экранда көрсетілген байланыс телефонда қарасаңыздар, сол жерде көрсетілген, соған хабарласып, қазіргі кезде жеңілдіктер болып жатыр. Соған жеңілдік бойынша хабарласып өнімді алсаңыздар болады, тапсырыс беру. Орталыққа байланысқа шығу арқылы бізден тапсырыс беру арқылы алдырады. Сол арқылы біз олардың қандай емделу жолдарында қалай екен, біздің орталықтың мамандарының тегін кеңес ала отырып, сол жерден тапсырыс беріп алдыра алады. Тұрғылықты мекен-жайына тегін жеткізіп береміз, сенімді қолдан. Бәрекелді, қадірменді телекөрермендер, міне өздеріңіз көріп отырсыздар, өнімге байланысты толық ақпараттарды бердік. Егер сіздің мәселеңіз бойынша біз айтылмаған дүниелер болатын болса, экранда көрсетілген байланыс нөміріне дәл қазір қоңырау шалыңыз. Білікті мамандар сіздерге толыққанды ақпарат береді. Егер тапсырыс берген жағдайда үйіңізге, мейлі ауыл аймақта, немесе Батыс Қазақстанда, немесе Шығыс Қазақстанда, оңтүстік, солтүстік қай тараптасыз? Бұл өнім сізге ары кетті бір 5 күннің ішінде үйіңізде болады. Өнімді қабылдау барысында Нұрдәулет сияқты білікті мамандар сіздерге үнемі кеңес беріп, бақылап отырады. Яғни сіз өнімді алып, ішіп қана қоймай, үнемі дәрігердің, білікті маманның бақылауында боласыз. Толыққанды айығып кеткенге дейін бұл өнім сіздің сенімді серігіңізге айналады деген сөз. Бүгінге осы, келесі бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыздар.